сендерге бүгін сабағымызды бастамас бұрын сендерге жақсы көңіл күй бүгінгі сабақтарға сыйлау мақсатында мынау гүлдерді сендерге таратпақшымын. Гүл сендерге бүгінгі күнде екінші гүлдің жапырағында тапсырмалар бар. Осы тапсырмалар арқылы біз қазір топқа бөлінеміз. Ол тапсырмалардың біразы дұрыс, біразы бұрыс теңсіздіктер. Енді тапсырмаларымызға қарай, тапсырмаларымыздың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтап алайық. Көріп алдық па? Балалар топқа бөлініп болса, бізге берілген тапсырма бойынша қолымыздағы бір кішкене қысқаша тоқталып өтсек тапсырмаларға. Тапсырмалар қолынан. Менің теңсіздігім бұрыс. Себебі 0 үлкен 1-ден деп тұр. Негізі 0 1-ден оң жағында орналасқан. Себебі 0 1-ден кіші болады. Алғанлардың бойынша ұстаға? Менің теңсіздігім дұрыс. Себебі -6-дан -4 оң жағында орналасқан. Бұл жерде -4 үлкен. -4 -6-дан үлкен. Балалар, келесі сабағымыздың кезеңі үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үйге 990 есеп берілген болады. Біз үй тапсырмасын мен саған, сен маған әдіс арқылы тексеріп алсақ, яғни қасымыздағы оқушыға дәптерлерімізді алмастырып алайық. Үй тапсырмасын қарап алайық, дұрыс емес дұрыс болмайды. Егер қате болып жатса, астын сызбаймыз. Тек қана астын сызып қоямыз, бояуға болмайды. Ескертіп па? Тақтадағы нұсқаны қарасаңдар болады, тақтада мен дұрыс жауабын көрсетіп қойдым. Тақтаға бір қарамай. Кімнің жұмысында қателік бар екен? Байқадық па? Қателескен оқушылар бар ма екен, әріптестер? Бейбарыстыққа қателік. Бейбарыстың қанша есебі? 3-ші есебі қателік. 3-ші есебінде қателік бар ма екен? Бейбарыс, сен мына жерде есепті қателескесің, себебі мына жердегі үйректің алдында коэффициенті теріс таңба болған жағдайда теңсіз таңбасын ауыстыруымыз қажет болады. Иә балалар? Үйректің алдында коэффициенті теріс таңба болатын болса, біз теңсіз таңбасын қарсы-қарсыға ауыстыруымыз қажет. Осы ережені ескеріп шығармаңдар. Ал олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу. Ал балалар, біз өткен сабағымызда бір айнымалысы теңсіздіктер туралы мағлұмат алған болатынбыз. Теңсіздіктердің қиылысуы, санағаттардың бірігуі, қиылысуы туралы мағлұмат алған болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біз бір айнымалысы бар теңсіздіктерді шешуді үйренеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсады алгебралық түрлердің көмегімен теңсіздіктерді k(x) үлкен b-дан, k(x) кіші b-дан, k(x) кіші немесе тең b-дан, k(x) үлкен немесе тең b түріндегі теңсіздіктерге келтіру, теңсіздіктердің шешімдерін координаталық түзуде кескіндеу. Бағалау критерийлері, яғни бүгінгі біздің сабағымыздың жетістік критерийлері. Сіздер осы жетістік критерийлері арқылы бағалауға. Теңсіздіктерді шешу дегеніміз теңсіздіктердің барлық шешімдер жиынын табу немесе шешімдері жоқ екенін дәлелдеу. Енді осы тақырыпқа байланысты сендерге бір мысал көрсетіп өтейін. Мысал үшін 9,5 x -7 үлкен немесе тең 11,5 x қосу 5 деп алсақ, осы теңсіз
2 x үлкен немесе тең 12-ден. Мына жерде көріп отырмыз x-тің алдына коэффициент теріс сан болып тұр -2. Яғни коэффициентіміз теріс сан болатын болса, біз теңсіздік таңбасын ауыстырамыз, қарама-қарсы ауыстыруымыз керек. Сонда кіші немесе тең болады, 12-ні -2-ге бөлсек -6. Сонда біздің теңсіздігіміздің жауабы x кіші немесе тең -6-ға. Енді осыны координаталарға сан түрінде салайық. Минус теңсіздігіміз қатаң емес теңсіздік, яғни нүкте чарық нүкте -6. Теңсіздік кіші деп тұр, яғни -6-ның сол жағында, сол жағында кішіретеміз. Сонда біздің теңсіздіктің жауабы минус шексіздіктен 6-ға дейін, -6-ға дейін, яғни -6-ны қоса алғанда -6 теңсіздік шешіміне кіреді екен. Балалар, жаңа сабақты түсінсек, қазір біз топтық жұмыс орындаймыз, яғни біз электронды оқулықты пайдалана отырып, мына берілген тапсырманы орындаймыз. Содан кейін топ мүшесі бір адам шығып, ана жерде сәйкес таңбаларды немесе сандарды қойып, одан кейін қалай орындауға туралы түсініктеме беретін болады. Түсінікті ғой. Мына жұмыс бірінші топтікі, екінші топтың тапсырмасы, мына екінші тапсырма. Теңсіздікті шеш. Осыларды жазып алып, орындай қойыңыздар. Ал, бастаңыздар. Топ мүшелер тұрамыз, орнымыздан біргеміз. Орнымыздан болға болады. Жиналамыз. Ақылдасамыз. Барлық топ мүшелермен ақылдасып. Бұл екінші топтың жұмысы. Сүрек ұстаңызшы. Ал балалар, отырамыз. Балалар тапсырманы орындап болсақ, қазір орындаған жұмысымызды электронды оқулыққа түсіріп, оны қалған топқа түсіндіруіміз керек. Қай топ бастайды? Ал балалар тапсырма тобынан түсіндіреді. Сымбат, сен сөзіме келе ғой. Ана жерге барып жұмысыңды көрсете ғой. Балалар, мұқият қарап отырамыз, егер қажетсіз болса, қазір орындап болғаннан кейін сөйлеуге тырысамыз. Мына ауысқан кезде -3x болады. Ал мына жақта 5 өзі қалады, минусты плюс бірге ауысады. 1 көбейту 1 ал 3. Мына жақта 6 болады. X минус 2 6. Бұл жерде 6 бөлу 2. Коэффициенттің алдында минус 2 болғаннан кейін ол таңба өзгереді. Сондықтан мен осылай жаздым. Ал мәнінде x үлкен минус 3-тен. Бойынша жұмысты көрсетеді. Жанды, иә? Шығарып отырады. Алдар, мұқият қарап отырамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін қазір сіздердің алдарыңызда ақпараттар тұр. Сол ақпараттарға бүгінгі өткен сабағымызда теңсіздіктер шешуді жоғары үйреніп қой. Соның алгоритмін құруларыңыз керек. Яғни теңсіздіктерді бастап және жауабын ең соңында жазғанға дейін қандай амалдар орындау керек. Сіз ұқсас мүшені біріктіруді бастайсыз. Сіздер бір екіде қоя берсеңіздер болады ғой. Бір екіде қоя берсеңіздер. Ең біріншіден сөз жаздайық. Біріншіден десеңіздер түсінікті болады ғой. Балалар жұмысты орындап болса, маған жұмыстарыңызды өткізіңіздер. Барлығыңыздан жұмысыңызды сіздер барлығыңызда өз ойларыңызды жазыпсыздар. Енді осы жерден барлығын жинақтап бір орынды ереже шығарады, иә? Теңсіздікті шешу үшін не жасау керек? Сіздер айтыпсыздар, бірінші ұқсас мүшелерді біріктіру дейсіздер. Ұқсас. Жазу керек.
теңсіздіктерді шешуді алгоритм үйреніп келесі тақырыпта біз осыны әрі қарай дамытып өтетін боламыз. Қазір сіздерге стикерлер таратамыз. Сіздер сыныптың бұрышында тұрған білім қоржынына осы тақырыпта үйренген және жақсы үйренгендеріңізді және не үйренгендеріңіз келеді, немесе қай жерде қателестіңіздер, соны жазып, сол білім аспаударына немесе білім қоржынына жабыстырыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Күнделіктеріңізді ашып, үй тапсырмасын белгілеп алыңыздар. Күнделіктеріңізді ашып, үй тапсырмасын белгілеп алыңыздар. Үйге орындалған 61-ші беттегі нөмірі 993-ші есепті аласыздар. 61-ші беттегі 993-ші есепті. Алысқа берді. Сабақ аяқталды.